саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Әсия ханым. Мен бүгін тез пісетін таңғы астың рецептін бөлісейін деп отырмын. Мен көк пиязды турап дайындап аламыз. Құрметті көрермен, пиязымыз дайын. Енді майды қыздырайық. Міне, құрметті көрермен, таңғы асымыз дайын. Аспын өшіреміз. Құрметті көрермен, міне таңғы асымыз дайын. Көк пиязбенен әдемілейсіздер біріншіден, екіншіден оның дәмін кіргізесіздер. Осылай таңғы асымыз дайын. Ас болсын.